пәтер алу тізіміндесіз. Сарыарқаны көріп отырған жоқсыз ба? Сарыарқа каналын қоссаңыз түсінесіз. Ораз, ақшаның көкесімін техникасымен бірге сатып жіберді. Сен мықты екенсің, асыл. Ауылдағы клубты сатып жібермексіңдер ме? Не, біләт, театр ашайын деп бедің, Ораз. Ол ауыл бар ғой, тарқау алуға шақ тұр. Қазір пайдаланып алмасақ кейін кеш болады. Үшеумізге сол жақсы емес па? Түсінші сен мені. Мың 993 жылы елімізде 758 балабақша, 925 мектеп, 654 кітапхана, 194 автоклуб және 20 мәдениет үйі жабылды. И чрезвычайности обстоятельств и мотивов введения своей национальной валюты. Для нас она имеет беспрецедентное не только экономическое, но и политическое значение. А теперь хочу вам показать тенге, 3 тенге. Это здесь изображен великий певец народный, известный всему народу. Это Сүйімбай. 1 тенге, 1 тенге. Это Аль-Фараби. Единственные трудности у нас были по отпечатанию металлических монет, поэтому мы сейчас вместо металлических будем вводить бумажные копейки в соответствии с полномочиями, предоставленными мне Конституцией Республики Біздің теңгеміз шықты. независимого государства Казахстан. Міне, көрдің ғой. События происходят только один раз. Все мы должны проникнуться пониманием необходимости и чрезвычайности обстоятельств и мотивов Ораз, своей ақшаның көкесімін. Для нас она имеет Ақшаның көкесі. беспрецедентное не только экономическое, но и политическое значение. А теперь хочу вам показать Оның бәрін қайдан алдың? Ораз, анау күнгі сен анау құжат жасап берген ғимарат бар емес пе? Соны техникасымен бірге сатып жібердім. Они изготовлены в лучших организациях западных стран, которые этим занимаются. Сен мықты екенсің, асыл. Жарайсың, досым. Жігіттер, түсінбедім. Ораз, Очень хороший продукт. – 2023 жылы елімізде Forbes тізіміндегі 6 миллиардер, 27.900 миллионер шықты. Анар,
Нет, нет. 100 мың теңге төлеймін. Ертең болашаққа не деп айтамыз? А если они узнают? Я же потеряю работу. Еңбегің жемейм. Нет, нет. Заплачу. Баука, не обижайся, я этого делать не буду. Ешкімге білдіртпейміз, екеуміз ғана білеміз, Анар. Пожалуйста. Баука, не обижайся, я этого делать не буду. 100 мың теңге төлеймін. Еңбегің жемейм. Не знаю, я подумаю. Проекта становятся люди. Сегодня это газета, но за ее историей стоят судьбы сотен тысяч людей, которых Енді қашан келесің? Бір жетідей шетелде боламын. Неге сонша ұзақ? Индустриальная Караганда, или как мы привыкли называть индустриалка, отметила свой юбилей. Немногие печатные издания могут похвастаться такой историей, Жарайды. которая есть в этой газете. Үйге қой. 90 лет ежедневной работы, 90 лет ежедневных новостей. В далеком 31-м газета называлась «Кочегарка». Выпускалась она не в редакции, а в условиях совершенно не приспособленных для работы. Естественно, что отменялся формат и популярность читательских показателей разного качества. В период рассвета индустриалка выпускалась тиражом 180 тысяч экземпляров каждый день. Бүгінгі тікелей эфирде табысқа қалай қол жеткізуге болады? Оның қыр-сыры жайлы әңгіме өрбітеміз. Біздің эфирдің қонағы... Балка, все хорошо, давай с тобой согласны, на карту скинешь. Арман болған атажұрт кітаптарының авторы... Сиди. Все отлично, молодцы, хорошо смонтировали. Все, можно в соцсети давать. Все, будет просмотра набирать. Вопросы готовы? Да, здесь все вопросы я записала, которые волнуют население. Ай, Жарайс, молодец. Все отлично. Енді, я думаю... Ей, мына шал жынды ма? Тоқта, мен өзім барам. Все будет хорошо, гость непростой, наверное, знаете же. Богатый человек, авторитет. Очень надеюсь на вопросы давать. Удачи. Ақиқаттың ақ жолы арман болған атажұрт кітаптарының авторы... Ну и что он бизнесмен богатый, теперь за ним все бегать должны. Люди даже не знают, каким он путем разбогател. Нөміріне хабарласыңыздар. Қала коды 7212. Қапы қалмаңыздар. Ассаламу алейкум. Бара бер. Бара бер дейм. Уа алейкум ассалам. Саған не керек? Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан қалдым. Танисың ма шалды? Жоқ, танымаймын. Соңғы уақытта жиі келгіш деп кетті біздің шефқа. Ақша сұрап жүрген шығар. Қол қаптап кетті қазірсіңдер. Біздің бастықтың тоқалы жында әдемі екен. Ақша үшін жүрді. Ей, мыналар төбелескен ес? Bir söz sığatım olsun, ağzını sal, yüzge, тілден көмемін. Құрметті достар, құрметті біздің көрермендер, эфирге санаулы минуттар қалды. Күтеміз барлықтарыңызды. Баука, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Сұрақтар қалай, дайын ба? Газетке берген сұхбаттарына дейін бәрін оқып біліп шықтым ойымдама. Молодец, негізі жарайсың, Баука. Сколько за ним бегали, все позвать не могли. Такой бизнесмен. Обращайся, Асеке. Все, Джахса. Баука, смотри, все по сценарию. Я надеюсь, все будет нормально. Эфир покажет, Асеке. Эфир-то покажет, но я слежу. Байка.
Асыл Мырзаевич, сізде сағат 3-те мешітте ас. Кімнің ас? Серіктің әкесіне қайтқанына 5 жыл екен. Қай серік? Ауылдасыңыз ше? Енді оған бара алмайды. Бірақ батасына дұрыстап жазылыңдар. Қанша жобамен? Бір 100 мың сомдай жазылыңдар. Кезінде көп жақсылық жасаған адам еді. Жақсы. Сосын дәл осы уақытта телевидениеде бетпе-бет сұхбаты. Ол қандай тағы сұхбат? Бара алмайды. Қалай бара алмайсыз? Сіз жайлы хабар ғой, бетпе-бет бағдарламасы. Жарайды, көрейік. Онда Бауыржанның баласының тойына сол түсірілім біткеннен кейін барармын. Бір жақсы сувенир алыңдар. Сосын маэстро тобын шақырыңдар. Менің атымнан ән айтатын болсын. Жақсы, түсіндім. Тағы қандай пландарың бар? Болды. Анау автосалондағы машинаны істейміз. Оған қазір өзім сөйлесейін. Алло, Қадыржан. Алло, Асыл ата. Қалайсыздар? Алдындағы көлігіңіз ұнады ма? Керемет айналайын. Тағы да Қадыржан, тағы тура сондай бір көліктің керек болып тұрғаны, иә. Так, сарбан болған артта жұрт ақиқаттың ақ жолы. Бісміллә. О, сәлем, қалың қалай? Қалай, тазартма бетім? Күшті. Шашым қалай? Күшті. Внимание! До начала эфира минут 15. Коллеги, пожалуйста, полная готовность. 4-я камера, блик, стоит в кадре. Убери, пожалуйста. 2-я камера, отъезд. Сегодня, как в тот раз, не должно повториться. Очень важный гость у нас. Полная готовность, пожалуйста. Все, дайын деп ойлай беріңіз. Әдемілеп, ленталап, дайындап қоямыз. Все, Асыл ата. Айналайын, сендердің осындай жұмыстарың ұнайды маған, иә. Тез жұмыс істейсіңдер ғой. Рахмет. Жігіттер, мына көлік сатылды. Бастаймыз қазір, қонақ келу керек, үлгереміз. Міне кеп қалды қазір. О, келді ғой міне. О, Айша, сәлем. Құмар адам өзіне бұл өмірде орындалуы мүмкін емес, ғаламат мақсат қояды. Осында отыра ма? До эфира 5 минут. Где гость? Жақсы. Ой. Тишина, не засоряйте эфир. Қалай, көлік аман жеттіңіз бе? Жақсы. Эфир қаласы. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам, я амансыңдар ма балалар? Аманшылық, жайғасыңыз. Жақсы ма жағдайларың? Бісміллә. Ал, шақырғасын келдік. Қош келатсыз. Рахмет айналайын, рахмет. Мынау су ішіп алуға уақыт бар ма? Бар, ішіп алуға. Жақсы. До начала эфира 30 секунд. Внимание, полная готовность. Внимание, до начала 10 секунд. Поехали. Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін біздің тікелей эфирдің қонағы танымал кәсіпкер Асыл Мырза Қаршық ағамыз. Асыл ағаға деген сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген нөмір бойынша хабарласып, сауалдарыңызды қойсаңыздар болады. Асыл аға.
Жаңа Қазақстаннан не күтесіз? Жаңа Қазақстан дейсің бе? Құрғақ сөзге құмартып, Қарабастың қамын ойлап кеттік. Жалған ұрандатып кеттік. Қазақтың нағыз байлығы ол тарихы. Міне құндылығымыз. Болашақта осы жерді ұстап қалу керек. Анау шетеласқан жастар тек осы жерде жаңа Қазақстанда жұмыс істесе, сол менің арманым. Шетеласпай. Жақсы аға, бизнес әлемінің ірі тұлғасысыз. Осынша қыруар жұмысты істеп, жетістікке жеткен маңызды ма, әлде сол жетістікке жету жолындағы атқарған жұмыс маңызды ма? Енді бір сөзбен айтқанда, қайсынан көбірек ләззат аласыз дегенім ғой. Алға қойған мақсаттарыңды айқындап, сол мақсатқа қарай әрбір басқан қадамынан ләззат аламын. Жұмыстың нәтижесін көру ол да бір бақыт қой. Құдай, қайсына? Алло. Иә. Пәтердің ақшасы ма? Бүгін төлем түстен кейін, иә, өз жартысы қалды ғой. Бүгін түстен кейін әкеп берем. Иә, қам жеме оған. Иә, апарып берем түстен кейін бәрі болады, жақсы болады. Иә. Құдай, болды. Ай, отырыңдар ал. Келіңдер, шай ішейік. Керемет аға. Енді алдымызда жатқан ақиқаттың ақ жолы, арман болған ата жұрт кітаптарына тоқтала кетсеңіз. Енді кітап деген ол бір қасиет қой. Алла тағала адамзаттың қолтығына 4 кітапты қыстырып кеткен. Ана қолымдағы ақиқаттың ақ жолы деген кітабым осының дәлелі. Егер адам ақ жүрсе, таза жүрсе, алмайтын қамалы болмайды. Такие люди еще есть, да? Какие вы нашли, интересно? Да, он же сам бизнес ол. Адамдыққа бастайды. Өз тауып, өз алып келген ол. Аға, қыруар жұмыстарыңыз бар. Азамат қой. Кітап жазуға уақыты қайда қалды? Да, он умеет говорить. Ол былай ғой қарағым. Өзімнің білгенімді мына болашаққа қалдырсам деген ойда жан тәніммен кітап жазам, тәнімменен жұмыс істеймін. Бәрекелді. Сізге қайсысы маңыздырақ? Екеуі де маңызды. Бізде звонок бар. Саламатсыз ба? Алло? Айта беріңіз, бізде бетпе-бет бағдарламасы. Құрметті көрермендер, біздің эфирге хабарласқан көрермен бар екен. Алло? Сәлеметсіз бе, сіз эфирдесіз. Сәлематсыздар ма? Алло? Естіліп тұр ма? Алло? Аслаға, сіз біздің ауылдағы Бану деген көп балалы анаға 3 бөлмелі пәтер алып берген едіңіз. Сізге мен тұрғын ретінде үлкен рахметімді айтамын. Сіз сияқты адамдар көп болса деп ойлаймын. Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Рахмет сіздерге. Қап, өкінішке орай байланыс үзіліп кетті. Сонда Аслаға сіз көп балалы Бану атты анаға 3 бөлмелі пәтер алып бердіңіз, солай ғой? Иә. Бұл кісі ұмытпасам Тараздан болар. Сол қалада бір 3-4 жылдан бері пәтер ала алмай жүрген бір отбасына 3 бөлмелі пәтер алып бергем. Бану деген сол болар. Сонда ол кісі сізден өзі көмек сұрады ма? Кластасымның сіңілісі еді. Сол кісі алдыма кеп көмектесуімді өтінген соң 5 проблем деп алып бере салдым. Не деген жомарттыға? Аға, ол Бану сіздің кластасыңыздың сіңілісі болған үшін алып бердіңіз бе, әлде тақырымды өзгерт, келек сұрақтарға ауыз, тез. Көмекке мұқтаж адам келсе қайырымдылық жасай бересіз. Аға, Баука, ауыстыр сұрақтарыңды, ауыстыр деймін. Сізде аздаған үзіліс. А что тут такого? Нормальный, правильный вопрос. Да не по сценарию он идет. Главное, нормально задать. Құрметті көрермендер, аздаған жарнамадан соң жаңағы сұрақтың жауабын тыңдайсыздар. Арнадан алыстамаңыздар.
Интернет-зависимость. Аға, бізде сәл үзіліс, еркін отыра беріңіз. Жақсы, жақсы. Айтпақшы, жаңағы сұрақтарын қандай еді? Құр отырғанша жауабын тауып отырайын. Аға, жаңағы пәтер алып берген кісі сіздің кластасыңыздың сіңілісі болған үшін көмектестіңіз бе? Әлде кез келген осындай мұқтаж жандарға жомарттық таныта бересіз бе? Иә, қолымнан келгенше. Енді, аға, мәселең менің де үйім жоқ. Маған үй алып берер ме едіңіз? Балко, қонақ толай мазалама. Ол енді До эфира 20 секунд, қазір басталады уже. Ну для этого ты должен быть его одноклассником. Ну или хотя бы братишка-одноклассница. Тихо, тихо. Вы что с оператором? Тишину поймайте. Үйім жоқ болса уақытқа шейін қай жерде тұрушы? Кешіріңіз аға, эфирдің уақыты. Құрметті көрермендер, эфирді ары қарай жалғастырамыз. Жаңағы сұраққа қайта оралсақ. Асыл аға, сіз осы күнде Бану атты көп балалы анаға пәтер алып бердіңіз. Ол сіздің кластасыңыздың сіңілісі болған үшін емес, сіз кез келген мұқтаж жанға осылай көмек көрсетіп, жомарттық танытады екенсіз. Солай ғой? Негізі олай емес. Мен кез келген мұқтаж жанға пәтер алып бере беретін болсам, онда менің бизнесім ақсап тоқтап қалмайды. Елімізде 300 жүрген сен ба? Сендер бара беріңдер. Мен сосын барам. Асыл мырзаға Асекені көрсетіп жатыр. Оны көрмесем, ол маған ренжиді. Игістеріңіздің бірі бір адамды Жақсы, жолдарың болсын. Елімізде 300 жүрген қаншама жандар бар. Дұрыс айтасыз аға. Құрметті көрермен, мен Асыл мырзаға баспана жайлы сұрақты жайдан жай қойып отқан жоқ. Аға, сіздің игістеріңіздің бірі бір адамды жылына бір адамды қажылыққа жібереді екенсіз. Бір ақынның кітабын баспадан шығарып береді екенсіз. Және ең бастысы бір мұқтаж отбасына пәтер сыйлайды екенсіз. Келіңдер, қарбыз жейміз, отырыңдар. Ойбайым, қайсың отағада? Алло. Алло, Ерік Сағынышұлы, сіз бе? Иә, мен. Сәлеметсіз, сіз пәтер алу тізіміндесіз. Сарыарқаны көріп отырған жоқсыз ба? Жоқ, жоқ, көріп отырған жоқпыз. Сарыарқа каналы Қай арнадан? Сарыарқа каналын қоссаңыз түсінесіз. Ай, пульт қайда? Не, қосыңдаршы телевизорда. Иә, қазір міне. Аха. Бісміллә. Енді ол қазақта айтады ғой. Мына оң қолын бергенде сол қолын көрмесін деп. Асыл мырза, сіздің сол мырзалығыңызды, жомарттығыңызды біз бүкіл елге паш етсек деп отырмыз. Дүйім жұрттың алдында бір мұқтаж отбасына пәтердің кілтін табыстасаңыз. Жаңа өзіңіз айтқандай, Қазақстанда пәтерсіз, үйсіз, күйсіз жүрген отбасылар қаншама. Солардың біріне сізге алдыңызға 50 отбасының тізімін тастасақ, солардан сіз таңдап біреуін бүгін пәтер беріп қуансаңыз. Құрметті көрермен, пәтердің иесін эфирдің соңында анықтайтын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Әке, бұл кісі кім? Бізге үй бере ма? Үй береді амандық болса, иә. Үй аламыз. Жақсы адам ғой. Жақсы адамдардың бірі ғой. Саламатсыз ба? Я айта беріңіз, бізде Аға, біздің эфирге көрермен хабарласқан екен. Алло, қосылды ма? Сәлеметсіз бе, сіз эфирдесіз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло, Асыл мырза, мені таныған шығарсың. Досың барат қой. Асыл. Міне қызық. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Бүкіл елдің алдында бизнесті адал еңбегімменен бастадым деп өтірік айтуды қой. Оразға жасаған қиянатың ше. Телефондағы байланысты үзіңдер, керек жоқ. Сенің күнің бітті, Асыл мырза. Жоқ аға, тоқтаңыз, тікелей эфир тоқтатпаймыз, тікелей эфир тоқтатпаймыз. Қап, эфир үзіліп кетті. Енді үй бермей ма?
мойында. Әйтпесе, сені де өзімді де өртеймін. Ауылдағы культті сатып жібересіңдер ме? Билет, театр ашайын деп бедің ә? Орас. Ол ауыл бар ғой, тарқалуға шақ тұр. Қазір пайдаланып алмасақ кейін кеш болады. Үшеумізге сол жақсы емес па? Түсінші сен мені. Общий план пусть дадут. Құрметті көрермендер, байланыс үзіліп кетті. Ол кісі бізге тағы да байланысқа шығады деген үміттеміз. Аға, тағы да ауыл тақырыбына оралсақ. Вторая камера, общий план дай. Асыл мырза, көрерменнің айтып жатқаны қаншалықты рас. Демек сіздер бірге бизнес бастадыңыздар, солай ғой? Бұл тақырыпты жап, сұрақтан дауыстыр тез. Ауылда әйеліңіздің әкесі, яғни қайнатаңыз, ұжым басшысы болып қызмет атқарды. Товарищ полковник, разрешите обратиться? Сіздің адал қызметіңіз үшін, жақсы жұмысыңыз үшін сізге қызын тұрмысқа берді ме? Мынау не айтып кетті өзі? Мүмкін. Жұбайымыз екеміздің бас қосуымызға бірден келісім берді. Жатқан жер жайлы болсын. Әумин. Не был кетті өзі? Почему гость переживает? Почему он спотел? Бизнестің бірнеше Что происходит? Да не знаю. Бизнестің болашағынан не көресіз? Не күтесіз? Келешекте Алланың көрсеткенін көрем. Аға, осы соңыңыздан ерген жастар болсын, өзіңіздің ізбасарларыңыз болсын, сіздің бойыңыздан қандай құндылықтарды көреді? Менің бойымда қандай құндылық бар екен, олардың өзінен сұра. Мен қаншама адамға жұмыс беріп, солардың жалақысын уақытылы төлеп келем. Қайырымдылық деген осы емес пе? Міне менің құндылығым. Иә. Енді мынау жастарға, жас кәсіпкерлерге сіз сияқты болу үшін не істеу керек? Қандай кеңес, мотивация берер едіңіз? Таң атқаннан кеш батқанға дейін жұмыс істесе, міне сол мотивация. Керемет. Аға, біздің эфирге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Сәлеметсіз бе, сіз эфирдесіз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Ассалаумалейкум. Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Мен Ақтөбеден хабарласып тұрмын. Асыл мырза. Есіміңізді айта кетсеңіз. Саясатқа араласып билікке неге ұмтылмайды. Сіз сияқты аузы батырлар мен ісі батырлар керек біз. Есіміңізді айта кетсеңіз. Иә, менің есімім Нұрлан болады. Жасым 32-де. Рахмет, Нұрлан. Асыл аға, қазіргі заманда кім атақты, кімде ақша көп, билікке креслоға қарай ұмтылады. Өзіңіздің ойыңызда мынау билікке ұмтылу бар ма? Саясатта менің шаруам жоқ. Өз билігім өзімде болғанын қалаймын. Жалпы мен барлық жетістікке өзім жеткен адаммын. Билікте шаруам жоқ. Керемет аға. Қаншама жандарға көмек қолын созып келем деп жиі айтасыз. Солардың атын атап түсін түстеп бере аласыз ба? Нағашыларымның көшелерін асфальттетіп бердім. Біраз ағайын туыстарыма үй әпердім. Керемет аға. Құрметті көрермендер, бізде аздаған үзіліс. Толассыз келіп жатқан көрермен сұрақтарына жауапты жарнамадан соң аласыздар. Эфирден алыстамаңыздар. Біз оны бизнесмен деп шақырып отырмыз ғой. Ол жеке кәсіп қой, жеке кәсіп қалай түсінбейсің, ол шыққан теген не қатысы бар? Мәселе сонда, сол жеке кәсіпке қалай жетті? Қалай өсті, соны айтып жеткізуіміз керек емес пе? Паука, сен бірдеме ойлап тұрсың. Байқа. Короче, араласпаңдаршы біреудің жұмысына. Өз жұмыстарыңды өздеріңіз істеңдер. Эфирді өшірмеңдер. Біреу звондаса, соңына дейін тыңдаңдар. Мен айтам, сол уақытта өздеріңдер түсіндіңдер ме? Бұл үшін бәрім жауап берем, сен де жауап бересің. Вообще мешать етпе, кіріспе мен жұмысыма. Біздің бабаларымыз
бүкіл әлемді билеген. 2000 жыл бұрын бүкіл әлем бізге налог төлеген. Енді етек жеңімізді жиып, мықты ел болатын жағдайға жету керек. Құрметті көрермен, бетпе-бетті әрі қарай жалғастырамыз. Асыл аға, жас кезіңізде ауылды тастап кетуге не түрткі болды? Ауыл десе, менің сай сүйегім сырқырайды. Қайран туып өскен ауыл десеңші. Сол ауылда өмірімнің соңына дейін еңбек етуге бар едім. Қайтейін, бәрі кетіп қалды. Ауылдан кетті, ауыл жойылды. Мынау алдыңда жатқан арман болған Атажұрт деген кітабында ауыл туралы, Атажұрт туралы көп айтқан. Кешіріңіз аға, бізде тағы да қоңырау. Сәлеметсіз бе? Алло. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло, естіп тұр ма? Әже, біз сізді тыңдап тұрмыз. Жарығым. Айта беріңіз, айта беріңіз. Асыл құрдасым, сендерді өзі зорға алдым. Сен өзі дұрыс адам екенсің. Сені облыс әкімнің немесе анау президенттің жанына жіберу керек қой, кеңесші қылып. Асыл десе асыл азамат екенсің, құлыным. Аман болыңдар. Рахмет, замандас. Рахмет ниетіңе. Әже, сізге көп-көп рахмет. Біз эфирді ары қарай жалғастырамыз. Аға, кітап демекші, соңғы оқыған шығармаңызды айта кетсеңіз. Жалпы енді мен көп оқыған емеспін. Бірақ сол кітапты оқымай-ақ осындай дәрежеге жеттік қой. Солай ма? Ал мектепте алған біліміңіз қалай болды? Мектептегі білімімнің кәсібіме түкте қатысы жоқ. Бірау, ел секілді білім қуып оқынбасақ та, Құдайға шүкір осындай дәрежеге жеттік. Қандай отбасында дүниеге келдіңіз? Осындай іскерлікке бейімделуіңізге ата-анаңыздың да үлес тиген шығар? Әрине, ата-анам мені дүниеге әкелді. Мен оларға қарыздармын. Бірақ мына бизнесті мен жеке өзім бастадым. Қасымда бір-екі жандар болды. Аға, бір сұхбатыңызда балаларым бақтым депсіз. Алла Құдайдың берген 2 балам бар. Екеуі де шетелде. Енді аға, бағана эфирдің басында жастар шетелге кетпеу керек деп едіңіз. Қынжылмайсыз ба? Жоқ, қайта мақтанамын. Аға, тағы бір сұрақ. Өткен өміріңізде қынжылатын жайттар бар ма? Жоқ. Жас кезімнен еңбек еттім. Осыншама дәрежеге жеттім. Қайта өмірімді қайтарса, дәл осы өмірімді қайталар едім. Жақсы аға, уақыттың аяқталуына да аз уақыт қалды. Тағы да бір көрермен хабарласқан екен, сол кісіні тыңдасақ. Алло. Сәлеметсіз бе, сіз эфирдесіз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Бұл сәтті мен 30 жыл күттім, Бауыржан, өткенде ауруханада жатқанда айттым ғой мен саған. Сенің әкеңді өлтіріп, жалған құжаттар жасадық. Өз ауылымызды тонадық. Осымен өтірік айтуды доғарайық. Өшіріңдер мұнаны. Асыл мырза, доғар. Эфирді өшірмеңдер. Асыл сен қайнатаңды жақсы пайдаландың. Эфирді өшірмеңдер. Мойында. Эфирді өшірмеңдер. Неше түрлі пәлелердің айтқаны маған жала жауып жатқандар, сендер естіп отырсыңдар. Қайда бір оңбағандар. Ол жаңа айтып отырған адам өліп. Аға, сәл сабырдақта. Оны өлтірдік. Жазамызды Алла береді. Связды өшіріңдерші, байланысты өшір. Неге соншалық сасқалақтайсыз? Бізді заң орындары көріп отыр. Егер жала жапқыш көрермен болса, оны дереу қолға түсіреді. Почему он не останавливается? Почему он продолжает говорить? Да я откуда знаю, не слушает он вообще. Ауыстыр деймін сұрақтарыңды, ауыстыршы. Марат, досыңыздың айтқаны қаншалықты рас? Сіз өз қайнатаңызды пайдаланып,
жалған құжаттар жасап, өз ауылыңызды тонады дейді. Айбек. Мен болман. Анау Асекемен болған бүкіл договорды бәрін көзі құр. Бәрін жағып жібер. Болды. Что за вопросы? Что такое? Вообще не по сценарию. А что ты на меня так смотришь? Я эти вопросы вообще не писала. Мен Ораздың ұлымын. Неге үндемей қалдыңыз? Иә, Ораздың ұлы. Әкемді көрдім. Әкемді көрдім. Әжерде әкемді көрдім. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум. Баука, үлкен жігіт болып қалыпсың ғой. Амансыңдар ма? Тергеуден хабар бар ма? Мүмкін емес. Ауылда істеп тұрған мекеменің бәрін бұзбақшылар ма? Иә, әрине орас. Сол сностардың құжаттарына қолыңды қойып берсең болды. Қайдағы снос? Бұл халық емес пе? Егін ору, шөп ору. Ораз, қайдағы шөпті айтып отырсың? Қайдағы егін ору? Қазір әркім өзгінің өзі көреді деймін саған. Түсінесің бе? Немене? Ауылдағы клубты сатып жібермекшіңдер ме? Привет. Театр ашайын деп пе едің? Мәселе онда емес. Мен ауылыма қиянат жасай алмайын. Түсінесің бе? Ауылға қиянат жасай алмайын. Ораз. Ол ауыл бар ғой, тарқалуға шақ тұр. Қазір пайдаланып алмасақ кейін кеш болады. Үшеумізге сол жақсы емес пе? Түсінші сен мені. Көрермен, қазір 30 жыл бұрын менің әкемді кім өлтіргенін анықтайтын боламыз. Жігіттер! Марат мырзаны кіргіздіңдер. Sultan, oldu. Жетер. Oldu, жетер. Скорая слушает. Адрес Алиханова, 12. Человек раненый. Ему срочно нужна помощь. Тәртіп сақшылары биыл қарт адамдарға қол жұмсау фактілері көп тіркелгенін айтады. Соның бірі біздің қаламызда орын алған. Жас жігіт егде жастағы ер адамды көш ортасында ұрып соққан. Оқиғаның мән-жайын тілшіміз тарқатсын. Дәрігерлердің айтуы бойынша денсаулыққа ешқандай аса қауіп төніп тұрған жоқ. Ең қиын сәттер артта қалды ғой. Аллаға шүкір. Бауыржан Оразұлы. Ораз? Иә, әкем ертеде қайтқан Теректі ауданынан. Теректі. Әкем танушы ма едіңіз? Танимын. Жақсы танимын. Аға,
Ораз. Ақшаның көкесі міне. Оның бәрін қайдан алдың ей? Ораз, ана күнгі сен анау құжат жасап берген ғимарат бар емес пе? Соны техникасымен бірге сатып жібердім. Келіңіз, Марат аға. Өтіңіз, өтіңіз. Марат аға, менің әкемді өлтірген кім? Біз. Анығырақ. Мынау. Сен маған жала жауып тұрсың ба? Сен ғой өлтірген. Маған жала жаппа. Сен өлтірген. Мынау маған жала жауып тұр. Ұят, енді ғана ояна қалды ма? Өткенде құжаттар ше, мына ақша ше. Саған керек құжат пакет қайтарам. Заттарды қалай қайтарасың, а? Қалай қайтарасың? Сотталасың бізбен бірге, түсінесің бе? Сотталсам сотталайын. Она имеет беспредельное не только экономическое, но и политическое Жақындама! Марат аға, тоқтаңыз, біз бұлай келіскен жоқпыз, Марат аға. Жақындама деймін. Өртеймін. Мойында! Жақындама! Жақындама! Зажигалка жағып отыр ғой, өшір эфирді бермен дресиға. Без команды ведущий Туй! Марат аға, сабыр сақтаңыз. Өртеймін. Мойында! Мойында! Марат аға. От қоям мойында! Марат аға. Мен. Ей, мынау жоқ. Қыз қайдан менің? Диас, қыз қайда? Тап кіртті. Ізде, тап кіртті. У тебя же были ключи. Отключи звук, не давай в эфир. Марат аға. Марат аға. Жақындама. Құрметті көрермендер, эфирді өшірмеңдер. Димаш, сделай что-нибудь, выключи эфир. Нельзя без команды, офигеть. Эй, мынау жалады ғой қазір, өшір алайын. Өртеймін. Мойында! 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 Мен. Міне, естідің ғой? Мойындады. Мойындады. Мен өлтірген. Мен өлтірген. Аға.
сұрақ бағанан бері күтіп сұрақ. Эфирдің қалай өткенін көрдіңіздер, сондықтан әріптестер бір-бір сұрақтарыңызға жауап берейін. Ерлік жасадым деп ойлайсыз ба? Ерлік деп айтуға келмейтін шығар, бірақ мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Неужели ваша цель была оболгать его? Ол кісіні масқаралаған жоқпыз. Біз тек шындықтың бетін аштық. Шындық деп айтатындай, әкеңізді осы кісінің өлтіргеніне сенімдісіз бе? Иә, сенімдімін. Негізі бұл бүгіннен басталған оқиға емес. Менің бала күнімнен анамның қиналғанын көріп, өзімнің қиналғанымда армандайтынмын. Осы әкемді өлтірген жауыздың бетіне барып, көзіне қарасам екен деп. Сол арманыма бүгін жеттім деп ойлаймын. Оған дұрыс дәлелдерді таба білдім деп ойлаймын. Өздеріңіз де көрдіңіздер. Ал мәселенің мән-жайын ары қарай толығырақ біз қайдан көре аламыз? Сіздердің телеарналарыңыз шығарады ма? Енді оны міне продюсер мырза, бұл кісіге сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Вы знаете, чем закончится эфир? Ну, эфир мы не знали, чем закончится. Прямой эфир. Прямой эфир есть прямой эфир. Дальше будет следствие. Какие будут последствия для него? Последствия я сейчас ничего сказать не могу в рамках закона. Ары қарай біз телеарнадан көреміз ба? Қазір жауап бере алмаймын, келесі жол. Жауап бере алмаймын. Болар іс болды деймін саған, болды. Аске! Болды! Әке, мен сені осы күнге дейін бізді неге ерте тастап кетті деп кінәлаушы едім. Енді бәріне көзім жетті. Сен өз-өзің төртеген жоқсың. Тергеушілер шындықтың бәрін жасырған екен. Өз-өзіне қол жұмсады деп бізді алдапты. Кінәлінің жазасын Алла берсін. Кешір, әке. Да, папа, здравствуй. Алло, Сәкен. Я спешу. Что такое? Я в Бостон улетаю. Менің шөтімдағы барлық ақшаны Қайынды ауданындағы қорға аудар. Да, пап, какой қор, какой Қайынды? Это же наш бизнес. Сынок, никакой бизнес. Ол халықтың ақшасы. Өзіне қайтару керек.
Хабарымызды аймақ жаңалықтармен жалғастырамыз. Қайыңды ауданында 50 отбасыға арналған тұрғын үй салынып, балабақша, мектеп бой көтермекші. Аудан көшелеріне жарықшам орнатылып, жол жаңартылатын болады. Ілкімді істі дәл осы ауылдан шыққан азамат қолға алған. Меценант аты жөнін жарияламауды сұрады. Ол туған жерінің өркендеуіне үлес қосу азаматтық міндет екенін айтады.